Ассаламағалейкум. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ойдың біздің өмірімізге әсері деп аталады екен. Ментальды ой деген нәрсе бар. Бұл жалпы жақсы ойлау дегеннен басталады ғой. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты тыңдаушыларға ойлау әдеттері мен сенімдердің өмірімізге қалай әсер ететінін түсіндіру. Және де осы әдеттер мен сенімдерді қалай өзгертуге болатынын үйрету. Осының төңірегінде болмақшы. Бүгін сабақта не өтеміз? Ойлау әдеттері мен сенімдер. Олардың түрлері қандай және де олардың біздің өмірімізге қалай әсер етеді? Өзгеріс жасау. Ойлау әдеттеріміз бен сенімдерімізді қалай жақсартуға болады? Осының төңірегінде біраз сөйлесейік. Келесі тізімде зиянды ойлау әдеттері мен сенімдері берілген. Дәл қазір осы зиянды ойлау әдеттерін айтып көрейік. Ең бірінші адамға бір катастрофалық ойлау деген нәрсе бар. Катастрофалық ойлау деген ол қиындықтарды бір апат ретінде қабылдау. Қиындық келген кезде майо деп бір басын ұстап қаламыз ғой бүйтіп. На самом деле қиындық деген ол әбігерлік, ол Алладан келген сынақ ретінде қабылдасақ, ол солай болу керек болды, солай болды деген сияқты. Сонда бұл жүрегімізге қатты қабылдамай, жүрегімізге қатты қабылдап қойғаннан кейін, жаңағыдай соны катастрофа деп қабылдаймыз да, қатты қабылдамай өткізіп жіберуді үйренеміз да. Және де өз-өзімізді сразу бір істі бастамай жатып, жеңілуге дайындаймыз да. Жеңеміз деп емес, жеңілуге. Сол сәтсіздікті алдын ала болжай бастайды біздің. Бұл ментальді, былай сіздің вроде сап-сауысыз құралдарыңыз бәрі бар, бірақ та ментальды ойыңыз сразу алдын ала мен ұтыламын деп айтып жатады да. Бәрі немесе ештеңе деген сияқты бір ойлар болады бізде. Жағдайды бір тек қана бір екі полюсте ғана бағалаймыз да біз. Екі полюста бәрін алам. Ал бізде қалай айтамыз, біз кәсіпкерлерде ВДВ деген бір понятие бар негізі. Возможно 200 вариантов деп. 200 вариант бар сіздің дүниеден шығатын, екі-ақ полюс жоқ ода. Сол үшінде оны бір жүрекке қабылдамай шыға беруге болады. Және де тағы да бір қандай қателіктер бар? Өзіне деген бір қатаң көзқарас болады да. Өзіміз үшін бір шектен тыс сыншыл болып кетеміз. Бұндай кездерде жаңағы Японияның бір нәрсесі бар. Ойлап көріңіздерші. Японияның бір философиялары тоже бір керемет жасалғанда, бір бәрін идеальный қылуға болмайды дейді де ол да. Идеальный адам болмайды ғой. Сіз идеальныйсыз ба? Мен мысалы идеальный емеспін. Менің де кетік кемшіліктерім бар. Дәл осы өзіңіздің бір кемшіліктеріңізді түсінсеңіз, сол кемшіліктеріңізді өзіңіздің бір преимуществоңызға, плюсіңізге айландыра білсеңіз, онда сіз өзіңізден бір идеалды адам іздемейсіз. Қазір идеальный қылып жасап алайын, иншалла, сон бір келтіріп алайын, түрімді жөндеп алайын, бетімді бояп алайын, сонан кейін барып бастайын деген сияқты шектей береміз де. Ал негізі мынандай нәрсе бар. Бір есеп кезінде санайсыз, ойланасыз, потом бастап кетесіз. Бастап кеткеннен кейін барып тоқтап ойлануға болады да. Қателік жасап қойдыңыз ба, түзету керек па деген сияқты. Ең бастысы сіз сол бастап кеткен кезде көп бітіріп жібересіз, көп шаруаны. Және де бір оқиғадан жалпы бір қорытынды жасау. Қорытынды жасап отырғанымыз өте бір маңызды, бірақ та біз теріс қорытынды жасай береміз де. Теріс қорытынды жасау дұрыс емес. Маған Алладан сынақ не үшін келді? Және де бұл сынақ маған нені үйретті деп қорытынды жасасаңыз, міне бұл дұрыс қорытынды болады. Ал егер де сіз болды, осылай істемеу керек екен деген сияқты қорытынды жасасаңыз, онда сіз өз-өзіңізді тежей бересіз, бір рамкаға сала бересіз. Сіз бір жүріп жүрген жолыңыздан бағытыңызды өзгертпей, сонымен ғана жүре бересіз. Негізгі ақпараттық бөлімге көшейік. Қазір бұл бөлімде біз ойлау әдеттері, сенімдер және ойлардың біздің өмірімізге қалай әсер ететінін қарастырамыз. Сонымен қатар бұл әдеттердің сенімдерді қалай жақсартуға болатынын үйренетін боламыз. Жалпы ойлау әдеттері дегеніміз, бұл күнделікті тіршілігімізде қолданатын
біздің шешімдерімізге, біздің қылықтарымызға және де негіз болатын ойлау процестері. Біздің жағдайларға қалай жауап беру тәсілімізді анықтайды. Мысалы, кейбір адамдар кез келген проблеманың шешу жолының іздестіруінде оптимист болса, басқалары дереу күдіктеніп, пессимист болып отырады да, бұл екі көзқарас. Жәнеге оң көзқараспенен ойлағаныңыз ол әлде қайда өзіңізге қайырлылық болады екен. Және де сенімдер. Сенімдер дегеніміз бұл біздің өзімізге, басқаларға және де әлемге қатысты негізгі көзқарастарымыз. Оны біз өзгерте де аламыз, бекіте де аламыз. Дұрыс көзқарастарды бекітуге де болады. Оларды біздің мақсатымызға жету жолына үлкен мотивация беруіне үлкен ықпал етеді. Егер де дұрыс көзқарас, дұрыс тұжырымдамалар болса көз алдымызда. Мысал үшін, мен мұны істей аламын, мен сәттілікке лайықтымын деген сияқты сөздерді өзіңізге айтатын болсаңыз, басқаның істегенін мен де істей аламын. Басқаның да қолынан келді ғой деген сияқты болатын болса, сіз онда нақты жетесіз. Әрине, басқа біреумен салыстыру дұрыс емес, бірақ мен бұны істей аламын, мен бұған лайықтымын деген сөзіңіз әлде қайда сізді сенімді іс қимылдарға және өмірлік шешімдерге алып келеді. Нақты мақсаттарға, шешімдерге алып келеді. Әсері, ойлау әдеттері мен сенімдеріміз біздің шешімдерімізге, мінез құлықтарымызға, соның өмір сапамызға тікелей әсер етеді екен. Олар біздің стрессті басқаруымызға, қарым-қатынастарымызды құру және сақтау сияқты маңызды аспектілерінде маңызды роль атқарады екен. Өзгеріс жайын айтып өтейік. Ойлау әдеттері мен сенімдерін жақсарту үшін ең алдымен оларды тану керекпіз. Ажырата алу керекпіз. Өз бойымызға өзіміз оны қалай қабылдай аламыз, сол деңгейде оны ажырата алуымыз керекпіз. Және де теріс пікірлер түскен болса, олардың бізге қайдан келгенін, мәнісін, түбірін, бәлкім ол түп санаңызда жатқан шығар, бәлкім ол балалық шағыңыздан келген шығар деген сияқты түп санаңыздан қопарып іздеп түбірін табатын болсаңыз, және де сол ойлардың сол кездегі қабылданған бала күніңіздегі қабылданған қате шешім болғанын түсінсеңіз, дәл қазір 40-қа келген кездегі, немесе 30-ға келген кездегі жасыңызда ол пікірдің қате екенін түсініп, енді дәл сондай жағдайлар келген кезде мен енді дәл сондай ситуацияға басқа оң көзқараспенен қабылдаймын деп. Сол кезде ғана сіз осыны түсіну арқылы ғана өзіңіздің күнделікті жүріп жүрген әдеттеріңізді өзгерте бастайсыз. Нақты біз өзгере аламыз. Адамдар қаласа өзгере алады. Егер де шын мәнісінде ниетіңіз болмаса, сіз бұл курсқа келмес едіңіз. Сіз ниетіңіз болғаннан кейін, өзгергіңіз келгеннен кейін келіп отырсыз ғой. Сол үшін де бәрін қабылдаймыз. Бұл процестерді біз қалай жасай аламыз? Біз әйел адамдар жәнегі медитация, аффирмация деген нәрселер болады. Аффирмация деген жәнегі сөздерді жазып қояды, жәнегі холодильникке жабыстырып қояды, күнделікті қайталап жүреді деген сияқты. Армандар картасы, карта желаний деген. Ол да жұмыс жасайды негізі. Егер де бет қағазға жазып қоятын болсаңыз, мен есімде Дима Ковпак деген коуч бар Ресейде. Сол кісі маған айтқан, мәке, өзінің 20 желанияны жазып шықшы деп. Сол желаниямды жазған кезде, дәл сол менің 20 желаниямның бәрі осы күнге дейін орындалып кеткен екен де. Сол алам деген көлігім, сол салам деген торговый центрларым, бәрін мен желаниямның бәрі орындалып кеткен екен. Дәл осы сияқты сіздер ниеттенетін болсаңыздар, дәл осылай қағазға жазыңыздар. Сол кезде сіздер сол энергияға, сол волнаға өздеріңіздің миларыңыздың радиосын настраивать еттім деп ойлаңыздар. Сол кезде ментальды түрде сіз соған жетесіз. Жағдайыңыз қандай болмасын, мейлі қарызда болыңыз, кредитта болыңыз, қандай жағдай болмасын, сіз оған
міндетті түрде жететін боласыз. Жеке даму жолында біздің әдептеріміз бен сенімдерімізді терең түсіну арқылы сіз өміріңіздің кез келген көптеген аспектілеріне өзгеріс жасай аласыз. Өзгерістер өмір сапаңызды жақсартып, сіздің жетістіктерге жеткізуге әсерін ететін болады. Сіздерге тапсырма, өздеріңіздің ойлау әдеттеріңіз бен сезімдеріңізді қағазға жазып аламыз. Және де сол жайында ойланамыз. Олардың қайсысы сізге пайдалы, ал қайсысы сізге зиян. Осы екеуін ажыратып аламыз. Және де мына өзіңізге зиян деген нәрсені түбірімен алып тастауға тырысамыз. Түбірімен алып тастай алмаймыз әрине, бірақ та түсінуге тырысамыз. Түсінген кезде сіз оны қайталамайды екенсіз. Мәнісін түсінген кезде қайталамайсыз. Екінші тапсырмам сіздерге зиянды ойлау әдеттері, оларды бір жақсы бір сенімдермен жақсартудың жолдарын қарастырыңыздар. Осы екі тапсырманы орындаңыздар. Алла тағала сіздерге берекетін берсін. Келесі сабақта кездескенше.